Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз театр ұжымдық өнер. Жақты және жақсыз сөйлемдер. Мақсатымыз оқылым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан шағын мәтін, яғни тезис, аннотация жазу, жай сөйлем түрлерін ажырату екен. Енді кітаптарыңызды ашатын болсаңыздар, 156 бетте сіздерге мәтін берілген, қысқа мәтін берілген, көріп тұрғандарыңыздай. Осы мәтінді бірінші оқып, танысып шығамыз. Яғни театр өнері туралы, не айтылғандығы туралы өзімізге қысқаша ақпарат жинаймыз. Сол арқылы осы мәтінде не айтылғаны туралы бір-екі сөйлеммен сіздер тезис жазуларыңыз керек. Яғни нақты не туралы екендігі туралы бір ғана немесе екі ғана сөйлеммен тезис жазуларыңыз керек. Келесі, кеттік. Тілдік бағдарға көшейік. Жай сөйлем бастауыштың қатысып-қатыспауына байланысты жақсы болады. Яғни бастауыштың қатысып-қатыспауына байланысты екіге бөлінеді екен. Жақты және жақсыз болып. Енді соларға тоқталайық. Жақты сөйлем дегеніміз не? Яғни жақты сөйлем дегеніміз бастауышы бар сөйлем. Яғни қарайық нақты анықтамасына. Бастауышы қатысқан немесе жасырын тұрғанда баяндаушы арқылы қиыстыра байланыстырып тауып алуға болатын сөйлем екен. Бір сөзбен айтқанда жақты сөйлем дегеніміз ол бастауышы бар сөйлем. Сөйлемде, берілген сөйлемде бастауышы жоқ болса да, баяндаушына сұрақ қою арқылы тауып алуға болатын сөйлем. Яғни, жақты дегеннің өзіне назар аударайықшы. Жағы бар сөйлем демек. Яғни біз білеміз, бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ дегенді білеміз. Бірінші жақ мен, екінші жақ сен, немесе сіз, үшінші жақ ол. Осындай жағы бар қатысқан сөйлемді біз жақты сөйлем деп айтады екенбіз. Жақты сөйлемнің арнаулы жақты сөйлем деген түрі бар. Яғни арнаулы жақты сөйлем дегеніміз сөйлемнің, берілген сөйлемнің ішінде баяндаушы ап-анық көрініп тұрады. Яғни біз мысалдар арқылы ары қарай талдайық. Бірінші, мен тыңдаймын. Тыңдаймын, не істеймін? Тыңдаймын. Баяндаушыны бірінші біз баяндаушыны тауып алдық. Сұрақ қою арқылы. Баяндаушы арқылы енді біз бастауышты табамыз. Тыңдаймын, не істеймін? Тыңдаймын. Кім тыңдайды? Мен тыңдаймын, я? Міне баяндаушы көрініп тұр. Арнаулы жақты сөйлем. Келесі, ол кеше мектепке келмеді. Келмеді. Не істемеді? Келмеді. Кім? Ол. Ол келмеді. Келесі. Сіз бұл әңгімені бізге айтып беріңізші. Айтып беріңізші. Не істеңіз? Айтып беріңізші. Кім? Сіз. Бастаушы бар ма? Бар. Кеттік. Келесі. Мысалға назар аударайық. Айбек демалыста болғандықтан көп ұйықтайды. 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 Кім? Айбек. Көрдіңіздер ме, балалар? Біз баяндаушы арқылы сұрақ қойып, біз бастауышты тауып алдық. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бастауыш сөйлемде бар ма? Бар, я? Демек, ол арнаулы жақты сөйлем. Сіздер ойламаңыздар. Жақты сөйлемде жаңа апай, мен ол сізді айтты ғой, неге Айбек жақты сөйлемге жатып тұр деген сияқты сіздерде шатастыру болмасын. Өйткені тек қана мен ол сіз емес, басқа бастауыштың өз сұрағы қандай еді бізде? Кім? Не? Сөйлемнің ішінде кім немесе не деген сұраққа жауап беретін сөз бар болса, онда ол бастауыш болады. Ары қарай мысалдарға кезек берейік. Ауылдағы адамдар өздерін қаладағылардан кем санамайды. Санамайды, не істемейді? Санамайды. Кімдер? Адамдар. Көрдік, я? Келесі мысалдарға назар аударайық. Бұл көпір адамдарға көп пайдасын тигізіп жатыр. Не істеп жатыр? Баяндаушы тигізіп жатыр, я? Не? Көпір. Көпір бұл жерде, демек бұл сөйлем не болды? Жақты сөйлем болды, я? Яғни бастаушы бар сөйлем. Келесі. Абай біздің ауылға келгенде домбырасын ала келуді ұмытпапты. Ала келуді ұмытпапты.
Бала келуді ұмытпапты. Кім? Абай. Бастауышы бар ма? Бар. Кім деген сұраққа жауап берді, я? Келесі. Далада жаңбыр жауып тұр. Жауып тұр. Не? Жаңбыр. Бастауышы бар сөйлем ба? Бар сөйлем. Демек, бұл шақты сөйлем, я? Келесі. Дос досына сенеді. Сенеді. Не істейді? Сенеді. Кім? Дос. Бастауышы бар ма? Бар. Келесі. Ақтөбеде жаңбыр қатты жауып тұр. Жауып тұр. Не істеп тұр? Жауып тұр. Баяндаушы не? Жаңбыр. Балалар, естеріңізде болсын, тағы да айтып кетейін. Біз бастауышты баяндаушы арқылы табамыз. Яғни ең бірінші сөйлем талдаған кезде баяндаушына назар аударамыз. Баяндаушы арқылы сұрақ қойып, бастауышты тауып аламыз. Келесі. Гүлдер күнді жақсы көреді. Не істейді? Жақсы көреді. Кім? Не? Гүлдер. Нелер немесе гүлдер. Гүлдер күнді жақсы көреді. Келесі. Мысалға, назар аударайық. Саябақта күн жылы. Не? Жылы. Күн. Бұл жерде бастауыш күн. Кеттік. Ары қарай. Құстар жылы жаққа ұшып бара жатыр. Ұшып бара жатыр. Баяндаушы. Бұл жерде не істеп жатыр? Ұшып бара жатыр. Не ұшып бара жатыр? Құстар ұшып бара жатыр. Бастаушы бар сөйлем, яғни бұл да шақты сөйлем. Балалы үйде өтірік жатпайды. Жатпайды. Не істемейді? Жатпайды. Не жатпайды? Өтірік жатпайды. Бастаушы бар ма? Бар. Яғни біздің манадан бері талдап жатқан мысалдарымыздың барлығы арнаулы шақты сөйлем екен. Яғни сөйлемнің ішінде бастауышы ап-анық көрініп тұрған сөйлемдер. Келесі. Бастауышы белгісіз шақты сөйлем. Яғни, мынадай да сөйлемдер болады. Бастауышы сөйлемде жоқ болуы мүмкін, бірақ біз баяндаушы арқылы сұрақ қойып, бастауышы тауып алуымызға болады. Яғни, оны біз бастауышы жасырын тұрған сөйлемдер деп айтамыз. Қарайық енді мысалдарға. Былтыр жазда демалыс алып ауылға бардым. Не істедім? Ауылға бардым. Бардым. Не істедім? Бардым. Кім барды? Мен бардым. Біз баяндаушына назар аударайықшы, міне. Бардым, я? Сұрақ қояйық. Кім бардым? Мен бардым, я? Бұл жерде мен деген сөз жасырын тұр. Яғни біз бастаушы белгісіз, бірақ тауып алдық баяндаушы арқылы. Демек, бұның бастаушы мен екен, бірақ ол жасырын тұр екен. Қараңыздар, мынадай сөйлем демек ол. Мен былтыр жазда демалыс алып ауылға бардым деген сөйлем. Бірақ мен деген ол жерде жасырын тұр. Осындай да сөйлемдер болады екен. Кеттік, келесі мысалға назар аударайық. Бір жанға баламаймын, тай секілді. Осындай сөздер өлеңдерде кездеседі. Мысалы, баламаймын, не істемеймін? Баламаймын. Кім баламайды? Мен баламаймын. Бұл жерде мен баламаймын, мен деген сөз жасырын тұр екен. Жасырын тұр. Бір жанға баламаймын, тай секілді. Келесі. Мұғалімді бірден таныды. Таныды. Не істеді? Таныды. Кім таныды? Ол таныды. Ол мұғалімді бірден таныды. Көрдік па? Бұл жерде де ол сөзі жасырын тұр екен. Біз баяндаушы арқылы сұрақ қойып тауып алдық. Келесі. Көшеде біраз серуендеді. Серуендеді. Кім серуендеді? Ол серуендеді. Мұны көрдіңіздер ме, оқушылар? Осы жердегі ол тағы да жасырын тұр екен. Яғни, бұл сөзі жазуға да болады, сөйлем ішінде жазбауға да болады. Ол көшеде біраз серуендеді деді десек те, бастаушы бар сөйлем болады. Немесе бұл олды жазбай-ақ, дәл осылай сөйлемді алатын болсақ, оның өзі бастаушы бар, бірақ жасырын тұрған сөйлем болады. Бастаушы жасырын тұрған сөйлем. Көшеде біраз серуендеді десек те болады екен. Келесі мысалдарға назар аударайық.
тыйымдары бар ғой, бөлеміз, барлығымыз. Сен есікті теппе. Не істеме? Теппе. Кім? Сен. Үйде аналарымыз айтатын болады, бұл мүмкін, мысалы, есікті теппе деп айтады, немесе есікті жап дейді. Қатты осылай айтылған сөздердің барлығы. Яғни сен деген сөзде бұл жерде қажетсініп тұрған жоқ. Дәл есікті теппе деп бір ғана сөзбен айтатын ойды нақты білдіріп тұр. Кеттік келесі мысалдарға. Біреудің ала жібін аттама. Аттама. Кім аттама? Сен аттама. Сен біреудің ала жібін аттама. Бұл жерде сен жасырын тұр. Келесі. Айтқанға құлақ тұр. Барлығы да осы сияқты біз жалғастырып кете берейік. Құлақ тұр. Не істе? Құлақ тұр. Кім? Сен. Тағы. Күн жылы болғанда келемін. Келемін. Кім келеді? Мен келемін. Мен күн жылы болғанда келемін. Келесі. Болды. Мысалдарымыздың барлығы біткен екен. Сонымен біз түсіндік, Жақты сөйлем екіге бөлінді, арнаулы жақты сөйлем дегеніміз, ол сөйлемнің ішінде біз бастаушты ап-анық көре алады екенбіз. Ал бастаушы жоқ, жасырын тұрған, яғни бастаушы жасырын тұрған сөйлемді де жақты сөйлем деп айтамыз. Яғни баяндаушы арқылы біз тауып алуға болатын сөйлемді айтады екенбіз. Келесі, екінші осыған қарама-қарсы жақты сөйлемге қарама-қарсы сөйлем бар, ол жақсыз сөйлем. Яғни бұл анықтамасына назар аударайықшы. Сөйлемдегі айтылар ой бастауыштан басқа сөйлем мүшелері арқылы берілетін жай сөйлемнің түрі. Бастаушы болмайды, оның жоқ екені сол сөйлемнің баяндаушынан білінеді дейді. Яғни бастаушы мүлдем жоқ сөйлем. Яғни баяндаушының өзі бастаушысыз сөйлем құрай алатын сөйлемнің түрін айтамыз. Яғни жақсы сөйлемнің жасалу жолдары бар екен бірнеше. Осыған назар аударайық. Бірінші, барыс жалғаулы тұйық етістіктен кейін бол, тура, кел деген көмекші сөздерден келу арқылы жасалады. Яғни қарайық мына жерде. Біз ең алдымен баяндаушына назар аударамыз. Жақсы сөйлемді біз жақты сөйлемнен қалай ажыратамыз десек, ол ең алдымен сөйлемнің баяндаушына назар аударуымыз керек. Сөйлемнің баяндаушы қайсысы мына жерде? Оның айтқандарын тыңдауға тура келді. Қайсысы? Не істеді? Тыңдауға тура келді. Барлығын аламыз, Енді қарайық. Барыс жалғаулы тұйық етістіктен кейін дейді. Барыс жалғаулы тұйық етістігі бұл жерде барыс жалғауының барыс септігінің жалғауы. Енді осыдан кейін не келіп тұр бізде? Бол немесе тура кел деген көмекші сөздер келеді дейді. Қарайық, тура кел деген бар ма? Бар, міне. Тура кел. Демек, бұл жақсы сөйлемге жатады екен. Келесі екінші түрі. Ғ, Г, Қ, К жұрнақты қалау рай арқылы жасалады. Яғни Ғ, Г, Қ, К қалау райдың жұрнақтары арқылы жасалынады екен. Мысалға назар аударайық. Оның ештеңеге қарағысы келмеді. Не істемеді? Қарағысы келмеді. Баяндаушы, қарағысы келмеді. Осындай жұрнақтар бар ма сөйлемнің ішінде? Қарайық, дұрыстап назар аударайықшы. Бар, Қайсы? Ғ. Ғ жұрнағы бар екен. Қалау райлы, осындай жұрнақты қалау райлы арқылы жасалынады. Яғни, оның қарағысы келмеді. Келесі. Атау барыс септік жалғаулы тұйық етістікке керек қажет сөздер тіркесу арқылы жасалынады. Яғни, ол атау болуы мүмкін, атау септікте тұруы мүмкін, немесе барыс септікте тұруы мүмкін, бәрібір. Осыдан кейін керек, қажет деген сөздер жалғанса, сөзге ары қарай тіркессе, онда ол жақсы сөйлемге жатады екен. Қарайық, бізге тез арада мақсатқа жету керек. Мақсатқа жету керек. Не істеу керек? Жету керек, Қарайық. Мақсатқа неге? Ол жерде бар септікті жалғау бар ма мына жерде? Бар, Қарайық, қа.
ба, ге, қа, ке бар септігінің жалғаулары. Одан кейін бар септігінен кейін бізде керек, қажет деген сөздер бар ма? Бар, иә? Тұйық етістік у атты жалғау жұрнағы бар. Одан кейін керек, қажет деген сөздер жалғанған. Тіркесі арқылы жасалынған екен. Кеттік. Келесі түрі тәуелдік жалғаулы тұйық етістікке мүмкін тиіс сөздер арқылы жасалынады екен жақсы сөйлемдер. Біздің баруымыз мүмкін. Не істеуіміз мүмкін? Баруымыз мүмкін. Яғни, қарайық. Мүмкін деген сөзі болса, немесе тиіс деген сөздері болатын болса сөйлемде, онда ол бірден жақсы сөйлемге жатады. Келесі, тұрақты сөз тіркестерінен. Тұрақты сөз тіркестерінің барлығы жақсы сөйлемге жатады деген нәрсе жоқ. Оның ішінде де бірнешеулері кездеседі. Мысалы, қараймыз. Оның ішек сілесі қатты. Не істеді? Ішек сілесі қатты. Ішек сілесі қатты дегеніміз, ол қатты күлді дегенді білдіреді. Ішек сілесі қатып күлді десек те болады немесе. Осындай жасалу, бірнеше жасалу жолдары бар екен жақсы сөйлемдердің. Енді мысалдарға назар аударайықшы. Бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға болады. Не істеуге болады? Ойлап шығаруға болады. Баяндауышын таптық па? Таптық. Бастауыш керек етіп тұр ма бұл сөйлем? Бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға болады. Бастауыш керек етіп тұр ма? Жоқ, керек етіп тұрған жоқ, иә? Бұл қандай жасалу жолымен жасалған? Баяндауышына назар аударайық. Бұл жерде бар септігінің жалғауы және одан кейін бол дейтін сөз келіп тұр екен. Кеттік. Келесі. Мысалға назар аударайық. Енді бізге ауылдағы адамдардың көңіл күйін білу керек. Біз мана айттық, иә? Керек, қажет деген сөздер болса, ол да жақсы сөйлемге жатады дедік. Бұл да бір жақсы сөйлемнің жасалу жолдарының бірі екен. Кеттік. Менің бұл іске шамам жетпейді. Жетпейді. Менің жетпейді, қараңыз. Істемейді бұл іске, менің шамам жетпейді. Бұл жерге бастауыш қажет пе бұл сөйлемге? Жоқ, қажет емес, иә? Баяндаушының өзі сөйлемді толықтырып, бір мағынаны білдіріп тұр екен. Кеттік. Біздің баруымыз керек. Тағы да айттық, керек. Керек деген сөз болса, ол бірден жақсы сөйлемге жатады. Кеттік. Келесі. Үлкенге дауыс көтеруге болмайды. Не істемейді? Болмайды. Ге. Бұл жерде тағы да бар септігінің жалғауынан кейін бұл сөзі арқылы жасалып тұр. Бірінші біз ең алдымен не нәрсеге назар аударамыз? Баяндауышына. Жақсы сөйлемді табу үшін тағы да айтайын, баяндауышты бірінші мұқият зерттеуіміз керек. Жаңағы жасалу жолдарына қатты назар аударуымыз керек. Сонда біз жақсы сөйлем мен жақсы сөйлемді шатастырмайтын боламыз. Келесі мысалға назар аударайық. Меніңше бұл сөздерге толықтай келісу керек. Міне, не істеу керек? Келісу керек. Бұл жерде де керек деген сөз бар. Демек, ол жақсы сөйлем. Келесі. Оның ішек сілесі қатты. Жаңағы мысалда болды, иә, осы тұрақ тіркесі арқылы келген сөйлем. Менің барғым келмейді. Менің ол жерге барғым келмейді, мысалы. Барғым келмейді. Не істемейді? Қала орайы арқылы жасалып тұр, иә, мына жерде. Қала орайдың жұрнағы арқылы жасалып тұр. Кеттік. Келесі. Саған түсуге болмайды. Не істемейді? Болмайды. Түсуге болмайды. Түрге аламыз. Қайда? Бұл түсуге, бұл жерде бар септігінің жалғауы және бұл көмекші сөзі бар екен. Кеттік. Келесі мысалдарға назар аударайық. Менімен кездесу мүмкін. Біз мүмкін, тиіс деген сөздер бар болса, ол да жақсы сөйлемге жатады дедік. Бірден біз бұны жақсы сөйлемге жатқызамыз. Келесі. Сенің сөйлесуің керек. Керек бар ма? Демек, жақсы сөйлем. Келесі. Бұл мәселелер
келеді. Мұны айттық, иә? Бар септігінің жалғауынан кейін тура кел деген сөз болса, онда ол бірден жақсы сөйлемге жатады дедік. Келесі. Ана тілің 60 тілге татиды. Қарайық бұл жерде. Татиды, не істейді? 60 тілге. Бұл жерге бастауыш керек деп ойлайсыздар ма? Бар септігінің жалғауы бар, және одан кейін баяндауыш келіп тұр. Бар ма бұл жерде? Бастауыштың қажеті бар ма? Жоқ. Келесі мысалға назар аударайық. Енді олай болса, балалар, біз бүгін жақты сөйлемді және жақсы сөйлемді өттік. Жақты сөйлем дегеніміз не болды? Баяндаушы бар сөйлем болды, бастаушы бар сөйлем болды, яғни баяндаушы арқылы біз сұрақ қойып бастаушты тауып алуға болатын сөйлемді біз жақты сөйлем деп атаймыз, яғни жай сөйлемнің бір түрлері екен олда. Оған қарама қарсы сөйлем түрі ол жақсы сөйлем, яғни бастаушы мүлдем жоқ, яғни сөйлемнің ішінде мүлдем керек етпейді бастаушты. Сондай сөйлемді жақсы сөйлем деп атайды екенбіз. Енді сіздерге үй тапсырмасы, өздеріне ұнайтын бір өнер туралы әңгіме жазыңыздар. Кез келген қандай өнер ұнайды сіздерге, сол туралы бір әңгіме жазасыздар. Және жақсы сөйлемге 5 мысал, жақсы сөйлемге 5 мысал жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен соңына жетті. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.